Қазыға bir аял өзінің күйесін арызданып келеткен. Күйеуім түні келет, үйге келбей дағы қалат кейде. Өтік мұғаны береші маға аз, көңіл бұрушы аз. Шондықтан мен анымен ажырашам, талағын берсін, деп арызданып келеткен қазыға. Күйесін чақыртырды, күйесі келді. Дағы бір жолы қазы себебін сұрады аялдан. Себебін сұрағанда себебін бардығын айтты. Мақұл, мен ажыраштырам екеуіңді. Мақұл, ажыраштырам. Бирок сен азыр үйіңден ештеке албасан, үйдегі бұйымдарыңа еш нәрсесіге тиюестен, қошналарыңдан ұн болады, су болсын, бардығын қошналарыңдан сұрап, өзің нан жауып, анан алып келесің. Ошо нанды алып келсең, анан мен сені ажыраштырамын дейді екен аялға. Аялдағы мақұл деп, бір қошнасыға келіп су сұрайды екен. Bir çelik су беріп тұрыңыз десе, қошнасы аял қарап тұрып, сіздің еріңіз, күйеуіңіз өте жақсы еле ғой, үйіңізге огородыңызға су шығарып қойған еле ғой бұлақты. Мен о алыстан су ташып келемін. Күйеуіме bir жылдан бері айтамын, құдық шығары бер деп, бірақ шығарбайды. Сіздің күйеуіңіз өте жақсы еле, шығарып қойған сіздің огородыңызға дейді екен. Бұл болса судың емне үшін керек деген себебін айтқан учурда сіз ақымақ екенсіз. Шундай күйеуіңізден кечіп отасыз ба? Шундай күйеуіңізден алтынға алмашқыз күйеуден кечіп отасыз ба? дейді екен. Ептеп ана алдынан қачып бір чақа суды алып алып, екінші қошнасыға кіреді екен. Қошнасыға кіріп бір 3-4 жұмыртқа беріп тұр дейді екен. Емне үшін жұмыртқа керек? Өзіңіздің тоғықтарыңыз бар, сіздің күйеуіңіз тоғықтарды бір жақсы қарайды ғой. Біздің көчеміздегі ең жақсы тоғықтар сізге қарашты ғой. Біздің тоғықтар жада қалса сіздің қорозға барып келішеді дейді екен да. Жұмыртқа өзіңізде бар, оға жұмыртқа бар, бірақ мен қазыға барсам ушындай деді деп себебін айтады екен. Айтса, сіз ақымақ тұрбайсыз бі? Ушындай күйеуіңізден кечесіз бі? Ушындай адеп ақылақты, үйім терезелегем, үй білем деген күйеуден кечесіз бі? Тура емес қылып отасыз деп сөздердің насатын айтып отқан өшірде ептеп қашып кетейін деп ал жерден қашады екен. Онда бір қошнасынға келіп, дан, пан, әр нәрселерді сұрап, ар кимесіге кірбесін, ар қайсы қошнасы күйесін мақтап жатты да. Анан нанды ептеп жапты. Жауап өткеннен кейін қазыға алып келді. Қазыға нанды беріп тұрып, құрметті қазыке, бұл нан сізге болсын, үй бүлеңіз менен жеңіз. Бірақ күйеуімді ешқашан менен ажыратпаңыз дейді екен да. Құрметті мұсылман бер туғандарым, аялды жақсысын таңдаш керек. Айрықша динге қызмат қылам дегендер, иманға, исламға қызмат қылам дегендер, аялдың қыздың жақсысын таңдаш керек, имандысын. Себебі сіз түні күні қызматтасыз, иман, исламды, динді дават қылып жүресіз, аялыңыз балаларыңызға, мына атаңардың башқа аялы бар, ошол жақта жүреді деп тәрбие беріп отса, мына ошол жерден бұзылғандық başladı. Bir аялдар бар, күні түні күйесі іштейді, үйім дейді, тірілігім дейді, бала чақам дейді, күні түні жүреді, күйесі тапқанға нашүгірлік қылады, намкөрлік қылады. Әлбетте, урматты мұсылман бер туғаным, әрбір нәрседен сағалышуымыз керек.